Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын сүзбелі печеньенің рецебімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріңіздер және де YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен құрамдарын дайындап қоямыз. Таза тұрған ыдысымызға сүзбемізді, сары майымызды салып, жақсылап езіп шығамыз. Және қантымызды қосып, оны да жақсылап еземіз. Қопсықышымызды қосамыз және електен өткізілген ұнымызды қосып, қамыр жасап аламыз. Енді қолымызбен елейміз. Қамырымыз міне дәл осылай дайын болды. Енді ол қамырды жаямыз. Астына ұн сеуіп, жұқа етіп жайып аламыз. Міне жұқалығы осындай болуы керек және әдемі болу үшін жан-жақты кесеміз. Міне енді кокоспен және де қантымызды араластырып қосып аламыз және қамырымыздың үстіне жағып аламыз. Жіп-жіңішке қылып орау керек. Міне дәл осы видеодағындай ораймыз және де менікі үлкен болып кетті. Сол үшін қамырымызды екіге бөліп дәл осылай етіп орап аламыз. Әдемі болып кесілуі үшін осылай ирелек шипшақпен кестім және де пергамент қағаздарымызға қойып аламыз. Міне енді 180 градуста пісіріп аламыз. Міне біздің сүзбелі печеньеларымыз дайын болды. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеом сіздерге ұнаса, лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Әлі де көптеген арнамда рецептер болады. Сол себепті YouTube арнама тіркелуді де ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.